Жалпы жүктілік кезде біз қанша килограмм салмақ қосу керекпіз? Қалыптыда біз қосатын салмақ 15 килограмм, максимум 20 килограмм болып есептенеді. Бұның ішіне не кіреді? Сіздің ісінуіңіз, жатырыңыздың өсуі, баланың суы, баланың өзінің салмағы, плацентаның салмағы, сүт безінің салмақтары кіреді. Және тағы басқа түрлі. Бұл салмақтың ішінде бізде көп айтады, мен өзіме салмақ қосып жатырмын, балаға емес деп. Неге? Себебі мынау сіздің ішіңіз, мынау бала екеуіңіздің араңыздағы қарым-қатынаста не бар? Барьер бар. Яғни защитная реакция. Көп нәрсені ішке өткізбейді. Қай уақытта? Мысалы, сіз азаннан кешке тек углевод қабылдайсыз, ал белок, бейтарап майларды сіз жемейсіз. Сол кезде мынау өту дұрыс болмайды да, углевод артық қайда кетеді? Сіздің ішіңізге, иығыңызға, мына бір жеріңізге, одан қарай бөксеге қарай кетеді. Сол себептен дұрыс тамақтану бұл бірінші орында. Сонымен қатар жүкті әйелдің ерекше диетасы бар. Ол қалай? Әр 2 сағат сайын аз-аз тағам ішу. Не так, бір рет тойып алып,